Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен сосиска в тесте жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Құрғақ ыдысқа 250 мл сүт құямыз. Жылы сүт болу керек міндетті түрде. 1 шай қасық құрғақ ашытқы, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант қосамыз. Сұйық май құямыз 50 мл. Барлығын жақсылап араластырып алып, ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан салып қамыр илейміз. Ұн 350 грамм, одан асып кетпеу керек, өйткені қамыр қатты болып қалады. Осылай аз-аздан салып отырып, алғашында венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Сонда қамыр қолымызға жабыспай оңай иленетін болады. Енді ұнның қалған бөлігін салып, ары қарай қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Толық рецепті осы видеоның астында описание бөліміне жазып кеттім. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Бұл рецепт 10 тал шұжыққа арналған рецепт. Әсіресе мектепке балаларға алып кетуге жасап берсеңіздер, өте тиімді болады. Міне қамырымыз да иленді, жұмсақ әдемі болып иленді. Енді оны бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай 2 есе үлкен көлемде көтеріліп шықты. Қамырымызды алып, зуалай етіп аламыз және оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымызды осылай 4 бұрышты етіп оқтаумен жайып аламыз. Қамырдың көлемі 30-ға 40 см болу керек. Және теңдей етіп 10 бөлікке бөліп кесіп аламыз. Өйткені біздің шұжықшаларымыздың саны 10 тал. Ендігі кезекте қамырларымызды созбай, барлық шұжыққа осылай орап аламыз. Осылай орап аламыз, барлығын дайын болды. Енді бетін жауып 10 минутқа тындырамыз. Қамырларымыз осылай ісіп шығады. Одан кейін бір жұмыртқаны ағы мен сарысын жақсылап араластырып алып, барлық қамырдың үстінен жағып шығамыз. Жұмыртқамызды жағып болған соң үстіне күнжіт себеміз. Күнжіт әдемілік үшін ол міндетті емес. Әркімнің өзінің қалауы бойынша, маған күнжіттің дәмі ерекше ұнайды, сондықтан кез келген нан болсын, самса болсын, барлығына күнжіт себемін. Осы кезде пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 25-30 минут аралықта пісіріп аламыз. Әркімнің пешінің қызуына байланысты әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Міне біздің сосиска в тестеміз пісіп шықты, өте әдемі, дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіз, қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар, ас болсын.